қызымның мектебіне бара жатырмын. Волонтер ретінде ата-аналарды жаңағы олар жаратылыстану сабағынан бүгін құймақ жасап пісіріп үйренеді. Соған енді басшылық ету керек. 3-4 ата-ана келсе жақсы болар еді деген, бірақ біздер 2 ата-ана жазылдық. Соған қазір міне келіп бара жатырмын. Мұны Томидің жасаған құймағы. Сіз балалардың сабақ кезінде құймақ пісіріп жүргенін елестете аласыз ба? Бүгін мен Норвегиядағы қызымның мектебінде ерікті ата-ана болдым, және бұл мен күткеннен де қызық болды. Біздің мектеп дұрыс тамақтануға ерекше көңіл бөледі. Тіпті арнайы дұрыс тамақтану бұрышы да бар. Мұнда балалар пайдалы тағамдар туралы біліп, дұрыс таңдау жасауға үйренеді. Бүгін мен қызым оқитын халықаралық мектепте ерікті ата-ана ретінде қатыстым. Бұл 5-ші сыныптың language unit, яғни мәтінді жазу сабағынан тағамдардың рецептісін жазып, сол бойынша дайындауды үйренеді. Бірақ жай ғана жазу емес, олар how to text, яғни нұсқаулықты жазуды үйрену үшін құймақ дайындайды. Біздің мектеп ана жолдың ар жағында, жолдан өтіп, қазір балалар мектепке келеді. Бұл деген жергілікті мемлекеттік Норвег мектебі. Біз Фогус Фри Скуле мектебінің ас үйін пайдаландық. Норвегияда мектептердің ішінде осындай толық жабдықталған ас үйлердің болуы қалыпты жағдай. Тағы бір ұнағаны, ас үй өте жақсы ұйымдастырылған. Балаларға керек барлық ыдыс аяқ, шөміш, өлшегіш құралдар бәрі осында бар. Ең қызығы, әр заттың қай жерде тұрғаны арнайы жазылып қойылған. Біз ирандық Разие екеуміз оқушылар келгенше құймақты дайындауға бар құралдарды дайындап қойдық. 100 gram flour and 2 eggs. Норвегиядағы 5-ші сынып оқушыларының құймақтарының рецепті. 100 грамм ұн, 2 жұмыртқа, 300 грамм сүт деген қарапайым рецепт. Оны сынып жетекшілері берген. Байқасаңыз, мұнда қант қосылмаған. Бұл дегеніміз мектептегі тәттіні көп жеуге рұқсат етілмейді ұстануымен жасалып отыр. Okay. So, when I ask you to wash your hands, 300. yeah. And which tool will we use for measuring the liquid? Алдымен сынып жетекшілерінің нұсқаулығы бойынша балалар қолдарын жуып алды. Біз Разие атты ата-анамен тек бақылап, қажет кезде көмектесеміз. Балалар бәрін өздері жасауға тырысады. Бұл жерде тәуелсіздікке қатты мән беріледі. Балалар үшін бұл жай сабақ емес, бұл нағыз тәжірибе. Олар командада жұмыс істейді және соңында өз еңбегін жейді. You're going to pour it in and then you're going to move the pan so it goes all the way around and then put it back on the heat. Hey, this guy's cooking. No. Okay. Who wants to be honest and eat this one? Мұны Томидің жасаған бірінші жасаған құймағы мектептегі. Шынымды айтсам, бұл маған қатты ұнады. Себебі балалар тек теорияны емес, өмірде қолданылатын дағдыларды үйренеді. Біздің елдерде көбіне жазу, дәптер мен қалам ғана болса, мұнда жазу бұл нақты әрекет арқылы үйрену. Жұмыстың ең маңызды бөлігі соңында басталады. Барлығын жасап болған соң, балалар өз орындарын жинап, ыдыс аяқты өздері жуып кетуге міндетті. Мұнда бір нәрсе қатты ұнады. Ешкім қыз немесе ұл деп бөлінбейді. Барлығы бірдей жұмыс істейді. Бұл жерде балалар тек тамақ жасауды емес, жауапкершілікті, тәртіпті және өмірлік дағдыларды үйренеді. Сізге осындай оқу тәсілі ұнай ма? Балаларға осылай сабақ өткізу дұрыс деп ойлайсыз ба? Пікірге жаза етіңіз және Норвегиядағы өмір туралы тағы да видеолар үшін жазылуды ұмытпаңыз.